Ораза адам атадан бастап ең соңғы пайғамбар Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға дейінгі барша үмбетке парыз етілген, сансыз нығметімен жанды тербейтін, сауабы мол ерекше ғибадат. Ұлы жаратушы құлдарына деген айрықша мейірімінің белгісі ретінде Құран кәрімді түсіріп, бір қатар құлшылықпен міндеттеген. Сондықтан қасиетті Рамазан айында ораза ұстау әрбір мұсылманның парызы. Құран кәрімде бұл жайлы: «Әй, иман келтіргендер, тақуалыққа жетулерің үшін бұрынғы үмбеттерге парыз етілгені сияқты, ораза сендерге де парыз ретінде бекітілді» делінген. Ораза жүректе Аллах тағалаға деген құлшылық сана сезімімізді оятып, тақуалыққа жетелейді. Ал тақуалық жаманнан жирендіріп, көркем мінезге бейімдейтін, ұлы нығметтерге шүкіршілік еткізіп, жақсылыққа апаратын, түрлі жамандықтан қақпайлап, тура жолдан тайдырмай, ақиқатқа бастайтын даңғыл жол. Рамазан адамның ғұмырын руханият нұрына малындырып, күллі мұсылман баласын күнә атаулыдан сақтайтын қасиетті ай. Қасиетті ораза нәпсіңізге берік, сауабы ақыретте өзіңізге серік болатын Аллах тағаланың жұмырбасты адамзат баласына жасаған ұлы тартуы. Осы ұлы сыйды ұлықтап, құрмет тұтып, жаратқан иеге шексіз мақтау мен мадақ айтып, шүкіршілік еткендер үшін ораза сауап пен берекенің алтын кілт екеніне қатысты ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде кім ораза кезінде ішіп жеуден тыйылса, Аллах тағала оған жұмақ жемістерінен жегізіп, жұмақ бұлақтарынан ішкізеді. Жұмақта Райян деп аталатын есік бар. Ол есіктен тек ораза ұстағандар ғана кіре алады деу арқылы, ораза ұстаушылар жәннатта арнайы құрметке бөленетінін сүйіншілейді. Қасиетті Рамазан айы Аллах тағаланың мейірім шапағаты ерекше асып тасатын, нұр шашқан жәннат қақпалары айқара ашылғанда тозақ есіктері тарс жабылып, желіккен нәпсіні құрығына іліндірмей қоймайтын іблістің өзі кісенделетін ай. 11 ай бойы үлкенді кішілі күнәмен кірленген көңілді, тұнығы лайланып, нұры кете бастаған рух пен жүректі тазартатын, мейірімі шексіз Аллах тағалаға жақындау үшін қарманып, қам-қарекет қылып, көңіл төрінде атой салған қу нәпсінің мойнына қыл арқан салатын шақ осы қасиетті Рамазан. Сүйікті елші оразаның мәні мен маңызын көптеген хадистерінде айрықша атап өткен. Мәселен, мына бір хадисте былай делінген: Аллах тағала былай деп әмір етті: адам баласының әр амалы өзі үшін, ал ораза бұдан бөлек. Оның қарымын өзім ғана беремін. Өйткені ол ішіп жеуден, нәпсі қалауларынан мен үшін тыйылады. Ораза ұстаушының екі қуанышты сәті бар. Біреуі ауыз ашар сәті, екіншісі Аллах тағалаға қауышқан сәті. Аллах үшін ораза ұстаушының аузынан шыққан ес мисктің жұпар иісінен де жағымды. Оразаның теңдессіз құлшылық екендігі жайлы Әбу Умама, Алла одан разы болсын, былай дейді: пайғамбарымыздан жақсы бір амал сұрадым. Ол маған ораза ұста, өйткені оған теңгелер құлшылық жоқ деді. Мен 2-3 рет қайталап сұрасам да, ораза ұста, оған теңгелер құлшылық жоқ деген жауабынан танбады. Ардақты елші саллаллаху алейхи уассалам басқа бір хадисінде: ораза ұстаған жанның жегені адал болса, ақыретте есепке тартылмайды. Рамазан айына жете тұрып, Аллах тағаланың рақымы мен кешірімінен мақұрым қалған адамның жағдайы қандай өкінішті деп, мұсылмандарды осынау рақым нұры төгілген айдың берекетінен махрум қалмауға шақырған.
Сүйікті пайғамбарымыздың тағы бір хадисінде ораза ұстаған адамға ақыретте оразасының кешірім тілеп шапағат ететіні жайлы. Ораза ауыз бекіткен жанға қиямет күні шапағат етеді. Сол күні ораза хақ тағалаға: «Уа Раббым, мен оны күндізгі барша ішіп жеуден тыйдым. Сол себепті оған деген шапағатымды қабыл ала көр» деп тілек тілейді деп айтылған. Адамзаттың ардақтысы Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оразаға өте ынтық еді. Әр аптаның дүйсенбісі мен бейсенбісінде, сондай-ақ әр айдың 13-і, 14-і, 15-терінде нәпіл ораза ұстайтын. Қасиетті айларда тіптен ораза ұстауын үдететін. Өз өмірінде тоя тамақ жемеуді әдетке айналдырған ол күндерінің көбін аш өткізетін. Айша анамыздың айтуынша, Расулуллахтың үйінде апталап қазан көтерілмейтін, көбіне талғажау ететіні құрма мен қара су еді. Сахаба Әбу Хурайра мына бір оқиғаны еске алған. Бір күні Аллах елшісін мешітте көрдім. Намазын еңкейген қалпы отырып оқып отыр екен. Еріксіз: «Пайғамбарым, сырқаттанып қалдыңыз ба?» деп сұрағанымда: «Жоқ, Әбу Хурайра, ашпын. Аштықтан түрегеліп оқуға дәрменім қалмады» деп жауап қатты. Бұны естігенімде тамағыма өксік кептеліп, көзіме жас үйірілді. Сонда ол мені: «Жылама. Бұл дүниеде аш болғандарға махшарда есеп беру қиыншылығы тимейді» деп жұбатты. Тағы бірде хақ пайғамбардың Әбу Бәкір және Омармен, Алла олардан разы болсын, түн ортасында Мәдинаның бір қалтарысында ойламаған жерден кездесіп қалғаны бар. Бір-бірінен: «Түнде неге көше кезіп жүрсің?» деп жөн сұрасқанда, үшеуін де ұйықтатпай көшеге алып шыққан нәрсе бір ғана аштық екендігі білінген. Әр нәрсенің зекеті бар. Тәннің зекеті ораза ұстау. Ораза сабырдың жартысы деген адамзаттың асылы пайғамбарымыз Аллах тағалаға шынайы құл бола білудің үлгісін осылай көрсеткен. Қарға тамырлы қазақ даласын мекен еткен мұсылман бауырлар, осындай қасиетті нұр шашқан Рамазан айында ораза ұстап, тарауих намазына барып, маңдайымызды сәждеге қойып, ұлы жаратушының жамалын аңсап, сауапты істер жасасақ, иншаллах, ақыретте әуелі мен ақыры жоқ, барша әлемнің иесі Раббымыздың алдында жүзіміз ақ, еңсеміз тік болмақ. Жамағат болып қол жайып дұға қылсақ, жақсылығымыз артып, босағамыз берік, керегеміз кең, шаңырағымыз биік елге айналарымыз анық. Ендеше хақ шұғыласына бөлейтін иллахи зор мүмкіндіктен құралақан қалмайық, ағайын. Баршамызды Аллах тағала сауаптан кендетпесін. Жасап жүрген ғибадаттарымыз қабыл болғай.